қатысушылар, сіздерді бүгінгі отбасы күніне орай қашықтан ұйымдастырылып отырған отбасы бақыт мекенім атты мерекелік концертімізді тамашалауға шақырамыз. Добрый день, дорогие учителя и ученики! Добро пожаловать в наш онлайн-концерт, посвященный «Океану света». Отбасы бұл қоғамның негізі. Баланың болашақта жақсы азамат болып өсу үшін жан-жақты тәрбиелі болуы отбасында берілетін тәрбиеге тікелей байланысты. Осы тәрбиелік шарамызды ашу үшін мектебіміздің директоры Байбосынова Айгүл Есжанқызының 2013 жылы отбасы күніне орай барлық телеарналарда көрсетілген бейнеролигін қабыл алыңыздар. Болашақтың негізі балалық шақта қаланады. Айгүлде солай. Ауылда бірлігі мен берекесі жарасқан қарапайым отбасында өсті. Сол кездегі Астана Алматыда оқысам деп армандады. Өсе келе бақытты отбасым болса дейтін. Ең бастысы осы арманы орындалды. Бүгінде ол бақытты әйел, 5 баланың анасы. Шымкенттегі нөмірі 6 колледж директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары. Болашақта кім болам деген арман бірінші Артек лагерінде пайда болды. 89 жылы мен Артекке барып қайттым. Сол кезде көптеген елдерден келген азаматтармен танысып, достар пайда болды. Сонда жаңағы өзге тілді білгім келді, елдерді аралағым келді. Сондықтан да аудармашы боламын деп өзіме ұстаным қойдым. Сол мұғалімдердің бәрі медаль алады, жағдайға келіпті, медаль береміз деп ақында ала алмай қалды. Сонда жылаумен кіріп, медальсыз қалдым деп. Сонда ой, жақсы оқысаң, любой жерде ой шығасын. Әкем айтты, алыс жаққа бармай қой, өзімізден жақын жерден Шымкент қаласына оқуға түс деген тілегін орындап, физика-математикалық факультеті Шымкент педагогикалық институтына оқуға түстім. Оқысы бітірген не жыл оқиды сонда? 2 жыл 10 ай. Топтарда Айгүл Есжанқызы менің орынбасарым. Қазір көп жұмыс істеп жатыр, өзін дайындауға жан-жақты. Мысалы, жақында Германияға барып курстан өтті. Одан келген соң тағы да бір семинар өткізді. Сол семинарда тек қана өзін мына ұстаз ретінде емес, терең білімді психолог ретінде, және де осы өмірге деген көзқарасын философия жағынан көрсете алды. Өзім киелі Ордабасы ауданы Бадам станциясына дүниеге келдім. Әкем инженер, анам кітапханашы болып қызмет атқарды. Өзінен кейін ерген 4 інім бар. Кішкентай кезінен соларды жетелеп, сабақтада оқитынмын. Және де кейде ойлаймын, егер мен сол Алматы қаласына жаңағы шет тілдерінің институтына оқуға түсіп кеткенде Мұратбекті кездесер едім деп. Тағдыр айдап осы Мұратбекпен кездестірді. Мұратбек өте тәрбиелі, өте сабырлы, текті жерден шыққан жігіт болып шықты. Сондықтан да 95 жылы 20 жылдың төңірегі болып қалды. Мұратбекпен отбасы құрып, қазіргі уақытта 4 қыз бір ұл өсіріп отырмыз. Динара мен 3-ші курста оқып жүргенімде дүниеге келді. Оқуымда үзіліс жасаған жоқпын, диплом қорғап жүргенімде емізулі балам болды. Қазақтың дәстүрі бойынша балаға атты үйдің үлкендері қояды, және сәбидің аты туыстар арасында қайталанып кетпеу керек. Бұған да зор көңіл бөлінеді. Осы күндегі менің басты арманым және алға қойылған мақсатым ол келе жатқан ұбт-дан сүрінбей өтіп, жоғарғы балл алуым. Және де жоғарғы оқу орнына нефтегаз факультетіне түсем деп армандаймын. Сол арманыма Құдай қаласа жетсем деп ойлаймын. Өмірде менің үлгі тұтатын адамым ол менің анам. Сол сияқты үлкен жетістіктерге жетіп, биік шыңдардан көрінем деп ойлаймын.
елбасымыз 8 наурыз қарсаңында іскер әйелдермен кездесу жасайды. Сол кездесуге мен де қатысам деп ойлаймын. Меруерттің атын кейінгі абысыным қойған. Шын мәнінде де Меруерт сияқты қызымыз жан-жақты, көп қырлы, дарынды болып өсіп келе жатыр десем де болады. Меруерт суреттесе салады, тоқыма да тоқиды, кесте тігеді, түрлі тәттілер пісіреді. Сабағында үлгеріп жатады. Биге де қатысып, Алматы қаласындағы республикалық әйгілік байқауына қатысып қайтқан. Өзінің ата-аналарының осындай болғанына мен мақтан тұтамын. Болашақта солар сияқты мен де үлкен жетістіктерге жетіп, биіктерден көрінем деп ойлаймын. Қысқаша айтқанда, менің үлгі тұтар тұлғаларым ол менің ата-анам. Сөйтіп, 3 ұлы бар достарының отбасында қыз, Мұратбектің отбасында ұл бала бір күнде дүниеге келді. Исла. Вообще. Цифры. Мен отбасымды өте қатты жақсы көремін. Мен өзімнің әпкелерім Меруерт және Динара сияқты өз анама көмектескім келеді. Мен сондықтан да мына ініме оқып үйретемін. Ол биыл сабаққа барады. Есілдің дүниеге келген соң, 4 жылдан кейін біздің отбасымызға Айша келді. Айшаны 10-шы шілде күні тұрсам, 1-ші қыркүйек күні кәдімгідей жұмысқа қайттан шығып кеттім. Бұл болса да, 2 мына көмекшім Динара мен Меруерттің иығына жатты. Айшаны өсіру, біреу түсте оқыса, біреу түстен кейін оқып, Айшаны осы 2 жасқа жетелеп келе жатқан осы әкелері. Мен жұмыстан әрине кеш келем, шаршап келем. Бірақ мен бірінші көмекшілерім Динара мен Меруерт бәрін айтқызбай-ақ, бәрін дайындап, кешкі тамағымызды дайындап қояды. Тағамдары өте дәмді болады. Келген кезде тек қана мен қосымша тапсырмалар беруім мүмкін. Енді мейрамдарда, үлкен мейрамдарда әрине біз қазақтың ұлттық дәстүрі бойынша ең басты тағамы бешбармақ дайындаймыз. Бірақ та менің жолдасым өте палауды жақсы көреді. Көрмесін, кем болмасын, дастарханға береке берсін. Балалардың амандығы, дендері саулығы берсін. Ниеттерін, қабыл мұраттарын асыл болсын. Отбасын той дегенде болмасын. Ой, молодец, тамақтан сал, үлкен қасықтар бар ма? Кішкентай қасық алшы ма? Кішкентай қасық. Кішкентай қасық. Деп, әдемі. Еңкейіп, еңкей. Ұстама. Қазіргі жастар айтады, балдарды туу өзімізге қымбатқа түседі деп, бірақ шын мәнінде әр бала өзінің несібесімен келеді. Балалы үй, базар дейді ғой. Жұмыстан кейін шаршап келген кезде алдынан улап-шулап бала шағаны шығып жатқан кезде шаршағандыққа ұмытып кетесің. Құдайға шүкір, қазір жағдайымыз жаман емес. Ойлаймын, бұдан да кейін жағдай бұдан да жақсы болады деп ойлаймын. Себебі бала деген ол бақыт, бала деген ол байлық. Біз 5 бала тәрбиелеп отырған бақытты отбасының шаттыққа толы бір күнінің куәсі болдық. Айгүл мен Мұратбек кейбір қатарластарындай баланың санын заманмен өлшемейді. Олар балалы үйді базарға балаған, ата дәстүр салтына адалдығын танытты. Ата-аналарының жолын жалғады. Арман мен ата-ана махаббатының шексіз екендігіне өздерінің ғана емес, өзгенің де көзін жеткізді.
но всех добрее, нежный одно. Из двух слогов простое слово «мама», и нету слов роднее, чем мама. Жарығын сыйладың сен маған, романның әр күнін жинадың сен маған, сенің қостардың қанатын самғаған, балалық құштардың өзіңе әлдене баялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағым мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәлемін, көңілді көктемде өзіңе танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәлемін, көңілді көктемде өзіңе танимын. Жетіп келеді шуақ шашып әреке, гүлдей болып өссінші, сыйлы болып бәріне. Ата-ананың жүрегі бала жатқанға соғады. Бала жақсы адамның басына бақыт қонады десе, бүгінгі біздің мектебіміздің оқушыларының осы мерекеге орай әзірлеген тұсауларын қабыл алыңыздар. Отбасы тату бір ел тұнып тұрған, қамқор ата-аналар билік құрған. Анаң мейір шапағат нұр төгуші, әкең қамқор қолдаушын алып толған. Бауырларым мақсаттары ұштасқан, жұлдызы боп жайнайды түнгі аспан. Сағынысып бір-бірін іздейді олар, әуелі өзгелерді бір құшпастан. Әкең бақыт береке бастамасы, жүрегі шаңырақтың астанасы. Әкеміз бола білсін ұлы патша, балалар болсын оның жас қаласы. Ыстық ұя ұйытқысы ғазиз ана, анадан туылады небір дана. Жүрегінің төрінде біздер бармыз, жүректен орын алсын асылана. Тәрбиенің бастауы ыстық ұя, біз құрақпыз, ата-ана бір дария. Ғылым білген ғалымда тағзым етер, отбасы ошақ қасы. Үстен Үспеков отбасы туралы өлеңі. Отбасы жылы ұямыз, тірегі ата-анамыз. Уыз сүт емі осында, олжып біздер өтсеміз. Осында үлгі аламыз, осында адам боламыз. Еркелеп ойнап еліктеп, осындай өсіп толамыз. Мен Кеңесбай Айсезім, отбасым, атамнан басталар, әжемнен қосталар. Отбасым мыналар, ең жақын адамдар, әкем мен анам бар. Бір туған екі ағам бар, бәрін жақсы көремін, ешкімнен білемін. Апам ыдыс жуады, мінезі оңды, биязы, от балында тұрады, жайнап үйдің биғазы. Отбасы жылы ұямыз, тірегі ата-анамыз, уыз сүт деміп, осында олжып біздер өсеміз, осында үлгі аламыз, осында адам боламыз. Еркелеп ойнап еліктеп, осында өсіп толамыз. Тәрбие мектеп отбасы, ақылды болып тіл ұштар. Өріндей теңде тартылған әдепті бейне дұрыстар. Атана болса өрнекті, ол мен қыз өсер көрнекті. Әуез Мұхан айтқандай, түзейік бесік жүргекті. Ақ айдынға салып, бақыт кемесін. Жарқын жүзбен, қуанышпен келесің. Құтты болсын 75-ің әжетай, өзіңізді бір құдайым демесін. Бәйтерексіз жапырағы жайқалған, барша жұртқа жақсылығымен байқалған. Есен болсын ұрпағыңыз көрінген, ән қалықтап күй төгілсін төріңнен. Бас орнасын әрдайым басыңызға, жас қосылсын әжетай жасыңызға.
отбасына қуаныш сыйлап талай, амандықпен жетіңіз жүзге қарай. Ыстығы күн күнге әкелеген, суыққа шалындырмай мәпелеген, өмірдің соқтығымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырды кеуде тосып жартасына, біз үшін түскен майдан ортасына, алаңсыз салып сайран шалқытырмыз, біз бүгін әкелердің арқасында. Ұшырдың бақта ұядан, кетпейсің ойдан қиялдан. Арманға биік қол созсаң, тұрасың демеп жиялдан. Көңілің бүгін алаңды, күттің бе әке балаңды. Шаттықпен жарқын бойына, сыйлаймын сазды бұл әнді. Шаттықпен жарқын бойына, сыйлаймын сазды бұл әнді. Адалдық әркез көксенен, үйрендім әке тек сенен. Ардақтап өте мәңгілік, ғұмырға жалғар жетсе де, көңілің бүгін алаңды, күттің бе әке балаңды. Шаттықпен жарқын тойына, сыйлаймын сазды бұл әнді. Шаттықпен жарқын тойына, сыйлаймын сазды бұл әнді. Назначение семьи – вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений. И очень важно, чтобы семья была прочной. Примите следующее поздравление. Жарқырайды аспанымда алтын күнім шуақты, өтіп жатыр қас қағымда бала шағым қуатты. Балаларын адамзаттың бауырға біз басқанбыз, татулықтың бесігі боп бәрінен де асқанбыз. Балдәурен, әндәурен арналады жеріме, қуанамыз, шаттанамыз, бақыт сыйлап еліме. Басымыз отан ананың мәңгілігі, ұлы даланың. Жизнь своей любовью, Казахстан моя семья. Здравствуй, детство золотое, здравствуй, Родина моя. Солнце ярко в небе светит, и орел махнет крылом. Мы в степи великой дети, дружно счастливо живем. Детство, наше детство, души радостью полны. Дети всей планеты, мы для счастья рождены. Этим светлым днем улыбнется солнце. С Днем семьи вас поздравляю. В этот чудный день семьи от всей души желаю. Для сердца праздник тепла и радости в общении. Желаем с близким всегда быть в лучших отношениях. Уважаемые учащиеся нашей школы, благодарим вас за участие. На этом завершается праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи. Мен отбасы күніне арналған сазды бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Баршаңызға, отбасыларыңызға бақыт, береке, ең бастысы денсаулық тілейміз.